Қазір мен қырықтың қырқасына келіп, өткен өмірімді еске түсіріп, ойымнан кетпей жүрген бір оқиғаны баяндағым келіп тұр. Мен үйдің ортаншы қызымын. Үлкен ағам және менен кіші сіңілім бар. Әкеміз бала кезімізде ауырып қайтыс болған. Анам бізді жалғыз өзі өсіріп жеткізді. Мен мектепті жақсы аяқтап, жоғары оқу орнына өз күшіммен түстім. Универді бітіріп, өз ауылыма мұғалім болып жұмысқа орналастым. Күйеуімді кездестіріп тұрмысқа шықтым. Бір жылдан соң анам дүниеден өтті. Ауыр тисе де білдірмей жүретінмін. Үй тірлігін де, жұмысты да қатар алып жүрдім. Мақтанғаным емес, шаршамай энергиям тасып жүретін. Жуастығым болар, бар айлығымды енем алып қоятын. Мен де үндемей бере беретінмін. Күйеуім жұмыс жасамайды. Ата-енемнің аз пенсиясын алып қыдырып жүретін. Жұмыс істе десең айқай-шу басталып кететін. Арасында қолда көтеріп жүрді. Төркініме барсам, анам кеткен соң баламен ол жерге сыймайтынымды түсініп қайтып келдім. Келген соң басталды. Енем, сенің барар жерің жоқ, кімге керексің деп кемсітеді. Бірақ жұмысымда беделді қызметкермін, ал үйде бақытсыз әйелге айналдым. Бір күні күйеуім таңға жуық келді. Қайда жүрсің дегенім сол еді. Бар күшіме итеріп қалғанда басым қабырғаға тиіп қан кетіп жатыр. Даусымызды естіп енем келді. Басымды байлап қойды. Есімді бір білем, бір білмеймін. Жедел жәрдем дей беріп едім, енем шақырмаймыз, өлмейсің, жат деп айқайлады. Сол күні қатты жылап қарғыс айттым. Күйеуім мен енеме маған зар болып қалыңдар. Алла осы істеріңнің сазайын берсін деп. Сосын білдірмей жұмысқа барып келіп жүрдім. Арада 10 күн өткен соң полицейлер келді. Қастарында бір әйел бар. Күйеуімді ұстап алып кетті. Мен ауырған күні күйеуім 2 досымен 3 еркек ана әйелді қастарына алып бірге ішкен. Сол әйелмен кезек-кезек жатқан. Ол әйел ақша сұраған соң ұрып қуып жіберген екен. Ол әйел зорлады деп арыз түсіріпті. Сот іске көшті. Істері ұзақ созылды. 7 жылға сотталып кетті. Менің күйеуім үшін қатты намыстандым. Бірақ одан құтылғаныма қуанып та жүрдім. Біраз уақыттан кейін үй алып бөлек шығып кеттім. Жұмысымның арқасында қиыншылық көрмедім. Қосымша курс ашып балаларды оқытып жүрдім. Менімен іргелес көрші әпке тұрды. Күйеуі ішімдік ішетін, бірақ ақ көңіл адам еді. Үйінде күнде айғай. Ана әпке өте долы еді. Келіні бар қолында. Ол байғұсқа күн бермей, ол маған келіп жылап жүретін. Менің балаларыма да жөнсіз тиісіп жүрді. Көрші ғой деп үндемей жүретінмін. Бір күні ең кішкентай балам мен сыртта отырсам, көрші аға келе жатыр екен. Балам аға деп жүгіріп барып еді, қалтасынан тәттіні алып қолына берді. Кезіккен балаларға солай беріп жүреді екен. Соны ойлап жүгіріп барған ғой ол бала. Көрші әпке есіктен шыға сала айғайға салды күйеуіне. Ей, жесір қатынның баласында нең бар деп. Сол сөзді естіп шыдай алмай кеттім. Әпке, менен жасыңыз үлкен болған соң осы уақытқа дейін үндемеп едім. Мынауыңыз енді тым артық. Күйеуім өлген жоқ, тірі деп қатты ашумен жесірлік басыңызға келсін деген сөзді қалай айтып жібергенімді білмей қалдым. Көрші ағай, әкем де адам болады. Болды қызым, қойыңдар, ол айта береді, мән берме деп жатты. Содан бір айға жетпес уақытта әлгі көрші ағам қайтыс болыпты. Естуімше ішіп келген соң дем жетпей дүниеден озған екен. Сол кездегі ашумен айтқан сөзім бірден есіме түсті. Қатты өкіндім. Солай екінші рет қарғысым орындалып кетті. Бірнеше жылдан соң күйеуім оралды. Бірақ бірге тұрмадық. Кешіргім келмеді. Шешесімен, әкесімен тұрды. Талай жыл жібімедім. Қайта-қайта келіп кешірім сұрап жүрді. Күйеуім жұмысқа тұрды, балаларына ақша беріп қарайласып тұрды. Балалар өскен соң қайта татуластық. Қазір тыныш өмір сүріп жатырмыз. Үлкен ұлым үйленді. Келінім, бәріміз бірге тұрамыз. Енді ғана бақытқа қолым жеткендей күйде жүрмін. Ал баяғы көрші әпке туралы сол көрші әпкені ойласам, өзімді әлі кінәлі сезінемін. Неге қарғадым екен деп. Шынымен қарғыс тиді ме, жоқ сәйкестік болды ма? Бұл сәйкестік болды ма, әлде шынымен қарғыс тиді ма? Бұл бір Аллаға аян. Не де болса жақсы сөз сөйлейік. Жақсы сөз жарым ырыс деген.